ВСД дегеніміз не? Вегетососудистая дистония. Көбінде мазасыздықпен қиналатын адамдар ізденіп бастаған кезде осындай ВСД деген терминге тап болады. Кеңес өкіметі аумағында дәрігерлердің кең қолданатын диагнозы. Халықаралық дәрежеде, халықаралық классификацияда ВСД деген ауру жоқ. Оны дәрігерге адам келеді, ешқандай диагноз таппайды. Дәрігерге пациент жүрегім дүрсілдейді, давлением көтеріледі, миым айналады, слабость бар, одышка бар, кейде ауа жетпей жатқан сияқты, дірілдеймін, терлеймін, қалтыраймын, немесе ысып кетем, қызып кетем дегендей осындай мазасызданамын, қорқамын, ұйқым дұрыс емес, шаршап жүремін деп осындай шағыммен келеді. Оны жан-жақты зерттеген кезде әртүрлі мамандармен, мысалы кардиолог дейік, УЗИ, барлық мамандар тексерген кезде ағзада барлығы жақсы. Ешқандай кінәрат жоқ. Сол кезде дәрігер, терапевт сізде ешқандай ауру жоқ, сіздегі көрініс тауып жатқан симптомдар ол жай симптомдар, сіз ауру емессіз деп қайтарып жібере алмағандықтан пациентті енді дәрігер болып, өз-өзін құрметтейтін болып, қандай да бір адамға диагноз беріп жіберу керек. Сол кезде өздігімен ойлап тауып алынған диагноз. ВСД деген диагноз жоқ. МКБ-10 деген международный классификатор болезней деген үлкен документ, құжат бар. Ол құжаттың ішінде ВСД деген ауру жоқ. Сондықтан оны ВСД деп аталмайды. Қазіргі таңда мазасыздық, паникалық шабуыл, қорқыныш, үрейді, яғни мазасыздық бұзылысы, тревожное расстройство деп аталады. Ендеше ең бірінші адам осындай симптомдарды басынан кешкен кезде әрине бірінші дәрігерге барады, дәрігерден көрінеді. Дәрігер егер тән жағынан, медициналық жағынан ешқандай проблема таппаса, онда ол кезде енді қалай емделу керек дегенде, ондай ол кезде психологпен жұмыс жасайды міндетті түрде. Онымен қоса барлығымыз білетін ұйқыны реттеу, тамақтануды реттеу, физикалық белсенділік, спортпен айналысу, жақсы бір дағдыларды игеру, жақсы бір әдеттерді енгізу дегендей барлығы қоса келе бірге ВСД-дан арылуға көмектеседі. Сондықтан ВСД деген терминді қолданбаған дұрыс, өйткені ондай диагноз жоқ. Ол дегеніміз неліктен пайда болады? Неліктен мазасыздық пайда болады? Өйткені вегетативті нерв жүйесі деген ағзада бар, и ол вегетативті нерв жүйесі дұрыс жасамаған кезде симпатикалық, парасимпатикалық ми бөлімдері дұрыс жасамаған кезде осындай мазасыздық пайда болады. Енді ол симпатикалық, парасимпатикалық нерв жүйесі туралы мен алдыңғы видеода айтқан болатынмын, сол жерден көріп алсаңыздар болады. ВСД деп айтып жүрген мазасыздық, ол бір адам өліп қалмайды одан, өйткені көп қорқыныш болады, өліп қалатын сияқты, ауырып қалатын сияқты. Сондықтан ол ондай сырқат емес, егер қолға алып жұмыстанса, кететін сырқат және сапалы өмір сүруге мүмкіндікті алуға болады.